Ассаляму алейкум достар, сіздермен Айгүл Жасан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте ерекше, дәмді, жұмсақ болып шығатын, құрамына мак қосылған түрік тәттісі ревани деп аталатын дәмді десерттің жасалу жолын көрсетемін. Менімен бірге болыңыздар. Міндетті түрде видеоның соңына дейін көріп, сіздер де осы тәттіні дайындап көріңіздер. Ол үшін ең алдымен ыдысқа 3 жұмыртқаны саламыз. Одан соң үстіне шекерді салып, екеуін жақсылап миксерлейміз. Жақсылап ақ көбік болғанға дейін миксерлеп болғаннан кейін үстіне сүт құямыз. Одан соң үстіне ұнды електен өткізіп қосамыз, қопсытқышты саламыз. Жақсылап барлығын күрекшенің көмегімен араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін массамыз толығымен дайын. Енді табамызды майлап аламыз. Массамызды толығымен табаға құйып, 180 градуста қызып тұрған пеште 40 минут көлемінде пісіріп аламыз. Тәттіміздің қамыры піскенге дейін енді үстіне құятын шәрбатын, яғни сиропын дайындаймыз. Шәрбат үшін бізге су қажет, шекер қажет және де лимон шырыны қажет болады. Осыларды бір ыдысқа құйып, қайнатып аламыз. Бір рет қайнатып алсақ жеткілікті. Шәрбатымыз дайын, енді қамырымыз піскенге дейін оны суытып қойсақ та болады. Енді тәттіміздің бетіне жағатын кремді дайындаймыз. Мен ол үшін кілегей мен шекерді жақсылап миксерлеп алдым қоюланғанша. Негізінде крем жағу міндетті емес, онсыз да десертіміз өте дәмді болып шығады. Сондықтан крем дайындау ол өз қалауыңызда. Тәттіміздің қамыры пісіп шықты. Енді оның үстін шәрбатты құю үшін әрбір жерінен ағаш таяқшаның көмегімен тесіп шығамыз. Және де одан кейін суып дайын тұрған шәрбатты үстіне құямыз. Шәрбатты кішкене бойына сіңгеннен кейін енді үстіне кремді жағамыз. Тәтті десертіміз осымен дайын болды. Бірақ ұсынар алдында оны міндетті түрде 2-3 сағат болса да тоңазытқышқа салып аламыз. Мен бетін безендіру үшін жай ғана макты бетіне сеуіп шықтым. Сіздер де дайындап көріңіздер, өте дәмді болып шығады, ерекше болып шығады. Видео ұнаған болса лайк басып, пікір қалдырып, міндетті түрде мен каналыма тіркелуге ұмытпаңыздар. Сол кезде мен салған видеоларым ең алғашқы болып сіздерге көрінетін болады.